اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qadrmen jamaat, qadrmen jinoat qavm, aholi, Allah. Allah Taala qavmining bugun Cuma namazında yine Ceyren kentinde kayıtlarımız üzerinden kavuşup oturmuz. Allah'a sansız mahlumatlar olsun. Elhamdülillah osындай büyük günümüzde, meclisimizde atlamaca sağlanan Allah Taala bizге vaaz nasihatты тыңдауды бұйырған екен. Бұл да бір үлкен бақыт. Көп адамдар қазіргі уақытта мен өзім байқаймын, депрессияға түсіп кеттім, көңіл күйім болмай жүр, жұмысқа деген зауқым жоқ, проблемаларым көбейіп кетті деген сияқты адамдар өте қатты көп екен деген шыны керек. Өмірге деген ешқандай ынтам жоқ, жоғалып кетті дейді. Сол кезде маған аят есіме түсіп кетті. Кешеде бір жігітпен сөйлесіп жатсам, осындай әңгіме айтып отыр да. Ойбай, елеке сізді көріп қалған дұрыс болып, мынандай бір әңгіме айтайын деп едім деп, кеше бір жолда көріп қалғанды айтып отыр. Сосын мен айттым, Алла Құранында Құранында Алла Тағала айтады, менің сендерге беріп жатқан нығметтерімді ұмытпай еске алып тұрыңдар дейді. Негізі Алланың беріп жатқан нығметі өте қатты көп. Алланың беріп жатқан, бізге нәсіп етіп жатқан, біздің басымызға жаудырып жатқан жете алмаймыз. Аман есен ұйқыға, аман есен өзінің тұрғылықты үйінде сол ұйқыға кетіп, аман есен сау оянып, үйінде шәйнегін қайнап жатып, дастарханында тамақтың болуының өзі бір есепсіз нығмет бір адамдарға есептейсіз. Бірақ біз сол нығметтерді еске алып тұруды ұмытып кетеміз. Біз нені? Біз қараңыз, біз ертең біз бүйтіп ойлайды екенбіз да. Так, ертең жұма. Мына ертең ана жұмыс бар. Так, ертең ана қарызды беріп ұстау керек. Ана секеңмен кездесіп, ана проблеманы шешіп жіберу керек. Ертең біз проблемаларды еске аламыз да. Проблеманы еске аламыз біз. Өміріміздегі болып жатқан сынақтарды еске аламыз. Бір-бірімізбен кездесіп қалсақ та, не қандай әңгіме ашпаймыз екен да? Анау болмай жатыр, анау жөнделмей жатыр, ана нәрсе салынбай жатыр. Біз соншалықты біздің өмірімізде тек қана негатив айтады екен. Таразы әділ болу үшін, өзіңіздің жүрегіңізде бір дұрыс Құдайға деген шынайы шүкіршілік пайда болу үшін бар ғой, Алланың нығметтерін еске алып тұру керек. Оның нығметтерін еске алып тұрмаса, шын айтамын, мына дүниеге келгеніңізге өкініп кетесіз. Енді бұны айтып жатқан не нәрсе? Сол Алланың бізге берген ең үлкен нығметтерінің бірі ол иман. Сөзсіз ол иман. Алла бізді иман беріп, жүрегімізге исламды орнатып, тілімізге кәлиманы айтқызған Аллаға шүкір ету керек. Қайтер едік біз? Алла Тағала қалап, басқа бір жаңағы үнді сияқты жерлерде, континенттің басқа бір жерлерінде туылып, сиырға табынып жүрген адам болсан қайтер едік? Үйіндегілердің алдына пұтты қойып, сол пұттың алдында от жағып, содан сұрап, соған жалбарынып жүрген адам болсақ, біз қайтер едік? Бірақ шайтанның суына, ащы суына тойып алып, бір талдың шетінде жатып, ұйықтап қалып, көшеде кетіп бара жатқан иттер үстімізге дәнет сындырып кетсе, біз қайтер едік айтыңыздар. Бірақ жоқ, Алла Тағала бізге иман беріп бізді құтқарып. Бізді сондай нәрседен Алла Тағала алып шықты. Алла Құранда оны айтты: Аллаху валиюллазина аману юхриджухум миназ-зулумати илан-нур. Алла иман келтіргендердің досы, оларды қараңғылықтан жарыққа қарай, нұрға қарай алып шықты. Міне, Алла Тағалаға осы нәрседен шүкіршілік етеміз. Ал енді соның ішіндегі ең үлкен шүкіршіліктің бірі ол бізге пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямға насип болған. Бүгінгі тақырыпта пайғамбарымыздың өміріндегі мұғалімдік орны.
Пайғамбарымыз адамзатқа үйретуші ретінде қандай болды? Пайғамбарымыз адамзатқа бірдеңені үйретер кезде, тәлім берген кезде қандай үлгіні ұстанды? Сол жайында кішкене айтайын дегенмін. Біріншіден мынандай хадис бар, имам Ибн Маджа деген кісі өзінің Сунан кітабында келтіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір күні айтады, мен мешітке кіріп келдім дейді. Мешіттегі қауымның екіге бөлініп кеткенін көрдім дейді. Бірі болса Алла Тағаладан дұға тілеп жалбарынып жатқан бір қауымды көрдім дейді. Екінші жаққа қарап қалсам, не дейді? Бір-бірлеріне үйретіп жатқан қауымды көрдім дейді. Үйретіп жатыр, үйреніп жатыр дейді. Яғни мәселе талқылап жатыр. Не нәрсе халал, не нәрсе харам, дәлелдің қанша парызы бар, намаздың қанша парызы бар, намаздың не бұзақ деген мәселелерді екінші топ талқылап отыр екен дейді. Пайғамбарымыз екі жаққа қарады да бүйтіп айтты дейді. Алла Тағала мына дұға тілеп жатқан кісілерге дұғаларына бәлкім жауап берер, бәлкім сұрап жатқан нәрсесін бермеуі мүмкін дейді. Бірақ та мынау бір-біріне үйретіп жатқан жігіттер, мен солардың жанына барып отырамын, өйткені мен адамзатқа мұғалім болып жіберілген деп айтты. Қараңыз. Хадисте кәдімгі мұғалім деген сөз қолданылады. Бу'ифту муаллиман дейді. Мұғалім. Пайғамбарымыз тәлім беруші мұғалім болып жіберілген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мұғалімдік өте қатты ерекше. Баяғыда бір хадис келеді, бұл имам Сахих Муслимде келеді. Бастапқы уақыттарда сахабалар намазды білесіздер, тіпті пайғамбарымыз намазды дауыстап оқиды. Бүкіл намаздар не үшін? Арттағы кісілер тез үйреніп кету үшін. Арттағы кісілер намазда не айтылады, не оқылады, соның барлығын үйретіп кету үшін пайғамбарымыз басынан бастап Субханакаллахумма ва бихамдик деген дұғаларға дейін дауыстап оқитын. Сахабалар сөйтіп үйренді. Және де бастапқы уақытта намазда көп нәрсе рұқсат етіледі. Намаз отырады, біреуді ассаламу алейкум ва алейкум ассалам бастапқы уақытта. Сол бір бастапқы уақытта Муауия ибн Хакам деген сахаба айтады. Намазда тұрған едік дейді. Намазда тұрған уақытымызда бір кісі тұрды да шүкір жүйді. Шүкір жүйді. Мен тұрдым да оған, ол альхамдулилля деместен оған ярхамукалла деп айттым дейді. Намазда тұрып қой, десінші ярхамукалла деп айттым дейді. Сол кезде бірден намаз оқып отырып жігіттер маған бүйтіп қараған көрді. Әлде ол бастап болды, аналарға қарап тұр дейді намаз оқып. Не айттың деген. Бүкіл маған көздерімен мені атты дейді. Қатты шошып жаңағыдай аналарға неғып маған қарап отыр дегендей қылып жатыр едім дейді. Қолдарын беліне қойып бүйтіп істей бастады дейді. Сен өзі қоймай екенсің, қандай сұмдық нәрсе жасадың деп аналар одан сайын мені сөгіп жатыр дейді. Намазда тұрып біртүрлі болып кеттім дейді. Бір кезде намаз біткеннен кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям менің жаныма келді де бүйтіп айтты дейді. Ей Муауия деп айтты дейді. Ей Муауия, инна хазихи ссала ла яслуху фиха шайъун мин каламин нас. Ей Муауия, расында да бұл намаздың ішінде адамдарға тиесілі болған нәрсені біз айтпаймыз деп айтты. Шынында да намаз деген ол тәсбих, тәкбир ва қираатул Құран. Шынында да намаз деген ол Алланы кемшіліктен пәктеу, Алланы ұлықтау және де Құран оқу деп айтты дейді. Муауия айтады, Алланың мен атымен ант етейін дейді. Бұндай тәрбиешіні, бұндай тәлім берушіні мен бұрын соңды көрген емеспін. Маған айтқызған да жоқ. Маған ұрсып, сөгіп ұрған да жоқ. Сол үшін пайғамбарымызбен сөйлескен, пайғамбарымыздың тәлімін алған сахабалардан мынандай сөз болады. Ма раайту мислаху қаблаху ва ла баъдаху. Мен мынандай адамды бұрын соңды да көрген емеспін, кейін де көрген емеспін деп.
пайғамбарымыздың тәрбиесі қандай? Намазы былай тұрсын. Намазы былай тұрсын. Біз үйдегі баламыз бір бәле бүлдіріп қойса қалай айтамыз? Қытта қандай бірдеңені құлатып алса болды ғой, дауысымыз көтеріліп кетіп, мына атасынан, әкесінен бастап боқтап тастаймыз. Біз сөйтеміз. Біз кейбір кезде, мешітте имамдыққа шығып жатқан кейбір имам қателесіп кетсе, бірдеңе болса өте қатты қараймыз. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның тәрбиесін қараңыздаршы, қандай керемет үйретіп тұр да. Сол үшін кішкентай ғана Анас ибн Малик не дейді? Бір күні Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллам мені бірдеңеге жұмсады дейді. Сөйтіп мен жолда кетіп бара жатып балаларды көріп қалдым дейді осылай. Сол балалармен ойнап кеттім дейді жаңағы. Арада сол балалармен бірнеше сағат ойнап кеткенімді байқамай қалдым да, шамадан кейін қарасам артымнан біреу түртті дейді. Иығымнан тартты. Есіме түсіп кетті дейді. Мәссаған, мені пайғамбарым жұмсаған екен ғой. Оған біткен жерім осы ғой дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға қарап едім, мен түріме қарады да, маған ұрысып, сөгіп, айқайлап, ешнәрсе істеген жоқ. Тек қана жұмыстарыңды бітірмейсің деген. Міне бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның тәрбиесі. Ал үйінде қандай мұғалім еді? Білесіздер, Айша анамыз жап-жас дейді. Айгүл хадисте. Жап-жас Айша анамыз. Айша анамыз үйде тамақ жасамайды. Тамақты көп жағдайда Зейнеп анамыз жасайды. Сөйтіп Зейнеп кейде тамақ жасап, пайғамбарымыздың үйіне беріп жібереді екен. Сөйтіп бір күні пайғамбарымыздың үйінен келіп жатқан тамақ, Зейнеп анамыз беріп жүрген тамақты пайғамбарымыз көтеріп келе жатқан кезде Айша анамыз деген қатты қызғанғаннан біз неге Зейнеп анамыз тамақ беріп жүреді деп пайғамбарымыздың қолын қағып жіберіп, тамақты жерге төгіп жүрген. Ойлаңызшы, қызғаныш ғой. Мынандай біздің үйде болса бар ғой. Мынандай біздің үйде болса сол күні ЗАГСқа барып жайымдаймыз да біз. Соңға барып имущество бөле бастайтын шығармыз. Пайғамбарымыз не дейді? Жердегі тамақты жинап отырып бүйтіп айтты дейді. Айша, бүгін ашулы. Болды дейді. Бар айтқан сөзі сол дейді. Тәрбиесі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Bir күндері пайғамбарымыз өзі жұма жүргізіп отыр. Жұма намазы енді сахабалар енді бейімделіп жатыр. Енді келіп жатыр. Сөйтсе, жұма күні бір әдет бар екен. Сол күнде арабтар не қылады екен? Жәрмеңке ұйымдастырады екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам ойлаңыздаршы, өйстіп бағыз айтып отыр, даладан бір дауыс шықты. Жәрмеңке. 5 динар тұратынды 4-ке берем, 4 динар тұратынды 3-ке берем деп, сыртта бағас талды дейді. Сол кезде мыналар жартыске тіріп кетті. Енді тәрбиеленіп отыр. Тәрбие әлі басында жүр. Анау тұр. Пайғамбар тұр, мұнда да қақ қойған. Анасымен қатар кетіп қалды, жаңағындай сауда жасауға. Сол кезде Алла Тағала қасиетті Құранға аят түсірді. Иман келтіргендер, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Жұма намазында азан естісеңіздер, саудаlarыңызды тастаңыздар. Мешітте қарай асып, сол жерде отырыңыздар. Зәликум хойрун лакум ин кунтум та'ламун. Сендер білгендеріңде ғой, бұл сендерге жақсырақ деп бір басылды дейді. Bir basıldı deydi, sırtta sağda жүріп атады дейді, бірақ мешіттен шықты. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға қатысты Алла Тағала тағы бір аят түсірді. Ла тарфау асватакум фауқа саутин наби. Дауыстарыңды пайғамбардың дауыстарынан артық көтермеңдер дейді. Егер дауыстарыңды артық көтеретін болсаңдар, амалдарыңның барлығы құрдымға ұшырайды. Тағы да бір аяттар түсті, не деді? Пайғамбарларыңды өзінің есімімен атаңдар. Ешқандай сахаба Мұхаммед айтпады. Я Расулаллах.
Я Расулалла деп айтады. Я Наби Алла. Пайғамбарымыз Мұхаммед деп ешқайсы есімден атамады. Алла Тағала тәрбиелеп отыр. Сахабалар тәрбиеге көндірді. Көргені соншалық, көнгені соншалық. Жаңағы аяттар түскен кезде сахабалардың ішіндегі уағызды қатты айтатын бір жігіт бар екен. Аты Сәбит ибн Қайс деген жігіт. Сәбит ибн Қайс. Пайғамбарымыз мешітте жиналып айтты дейді бір күні. Сәбит қайда? Жоқ қой, көрінбейді ғой. Барып үйіне барып біліп. Сәбит естеп жатыр, қайда? Өйткені пайғамбарымыздың әдеті бар еді. Бір сахабалар мешітке келмесе іздейтін да. Сөйтіп кетті дейді. Сәбит, неменеге келмей жатсың? Не болып қалды, сен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям іздеп жатыр деп айтты. Сәбит әкеп ертіп келді дейді мешітке. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның алдында тұр дейді. Сәбит не болып қалды десе айтады дейді. Я Расулалла, білесің ба, мен қатты сөйлейтін бар еді. Айқайлап жүрген кететін, эмоцияға беріліп кететін бар. Баяғы біздің Абдулла ұстаздар сияқты, ой деп дауысы кішкене қатты айтады екен да, уағызшы жаңағы сахабашы. Білесің ба, я Расулалла дейді. Содан менің даусым сенікінен қатты шығып кете ме деп қорқып. Осыдан қорқып мешітке бір келіп, сенің алдыңа келуге ұялдым деп айтса, пайғамбарымыз айтты дейді. Сенің мынау маған деген құрметің деп айтты дейді. Маған деген құрметің. Сөзсіз сені жәннатқа кіргізеді деп айтты дейді. Кейін Алла Тағала не деді? Пайғамбарға көп сұрақ қоя бермеңдер. Сұрақ қойып азайды. Сол үшін сахабалар басқа бір ауылда біреу келеді ме? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жайлап деп осылай салған. Қара жолдан бір адам іздеп келеді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бар ма? Ой, бар, мен сұрақтарым береді дейсің. Қойшы сұрақтарым дейді, анау бүкіл бүйтіп күтіп тұрады екен. Біз бірдеңе үйреніп алайық деп. Өйткені Алла Тағала маған айтты ғой, көп сұрақ қоя берме дейді. Пайғамбарымыздың өзінде сөзі бар. Карихту лакум касрату қила ва қал ва касрату суал. Мен сендер үшін көп орынсыз сұрақ қоя беруді дейді, жек көріш дейді. Маған ұнамайды дейді. Сол үшін бірер шеттен келіп сұрақ қойған кезде сахабалар бүйтіп тыңдайтын ғой. Бірдеңе үйреніп қалайықшы деп. Одан кейін қандай аяттар түсті білесіз? Пайғамбарымызға құрмет ретіндегі аяттар сондай болып кетті. Сахабаларға пайғамбардың үйіне қатты қажеттілікпен баратынбыз. Сол кезде есігін қаққан кезде тырнақтарымыздың ұшымен қарадымыз. Біз деген тебеміз болса есікті. Қолында продукты болса, азық түлік, еще қатты қысылып тұрасың дейді. Ашты. Сондай кезде ашпай қойды ғой, сондай болып кетеді ғой. Пайғамбардың үйінің есігінің қабу әдетін алады. Бүйтіп, тырнақты ұшы. Ашса, ашты, ашпаса, осындай құрметке ие болғаннан кейін дейді, имам Тирмизи дейді, пайғамбар уағыз айтып жатса, басымызда құс отырғандай отырамыз. Ойлаңызшы, кеше ғана жұмада тұрғызып қалдырып кете беретін пайғамбарды қандай тәрбиеге жеткізді мына сахабаларды? Бастарына құс отырғандай етіп уағызды тыңдауға тәрбиелеп берді. Не деген сұмдық? Мынандай ғой қадірменді болу. Біз де дәл солай білім алатын болсақ, біз де пайғамбардың өмірін танитын болсақ, сөзсіз біз де сол сахабалар сияқты өзгеріп, пайғамбарымыздың мирасына, пайғамбарымыздың бізге қалдырып кеткен дініне құрметіміз артады. Міне, дәл осы тәрбиені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сахабаларына қалай тәрбие берген? Имам Ат-Тирмизи өзінің Аш-Шамаил аль-Мухаммадия деген кітабында пайғамбарымыздың бірнеше сипаттарын келтіреді. Айтады, ол кісі сөйлеген кезде көп сөйлемейтін дейді.
бірақ сөзін өте қатты аз қылып жібермейтін еді. Сөз сөйлеген кезде пайғамбарымыз сөзін асықпай айтады. Жанындағы адамдар сол сөзі ұмытпай жаттап алу үшін дейді. Кейбір кезде бір сөзді 3 ретте қайталап айтатыны бар еді дейді. Қажетсіз сөйлемейді дейді. Тек қана қажеттілік туындаса ғана әңгіме айтатын еді дейді. Және де пайғамбарымыз сөйлеп жатқан кезде әрбір адам пайғамбар маған көңіл бөліп жатыр, пайғамбар маған зерін салып жатыр деп сөйтіп ойлаумен болатын еді. Отырған кезде малдас құрып кейде отыратын. Сахабалардың жанында сәл емін-еркін, кейбір кезде оң жаққа қарай жантайып та әңгіме айтатыны бар еді. Кейде мінбардың үстіне шығып алып, сахабалар төменде отырып, пайғамбарымызға Құран оқып беретін жайлар болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардың қай уақытта не үшін мешітке келмегенін де сұрайтын. Ауырып қалса оған барып зиярат қылатын. Және де пайғамбарымыз таң намазынан кейін сахабалардан кейбір кезде қандай түс көргенін сұрайды. Одан кейін қандай жақсылық жасадыңдар деп сұрайды. Қараңызшы қандай тәрбие. Осындай тәрбиені алған сахабалар. Сол сахабалар сондай тәрбие алғандықтан да бұл ислам бүкіл әлемге тарады. Әйтпесе бұл адамдар дөрекі болып, бұл адамдардан ешқандай нәрсе шықпағанда бұл дін әлемге тарамайтын еді. Кешегі осының тәрбиесін алған біздің үлкен ғалымдарымыз, Ыбырай Алтынсарин деген ағамыз, білесіздер, ең алғашқы мектебін ашады. Ең алғашқы Қостанай жақта, Торғай жақта мектебін ашқан кезде дейді, кішкентай ғана мектеп салды. Соған ең алғаш оқуға 14 бала келді дейді. 14 бала. Біз қазір көп болып отырмыз ғой. Қазір білесіз бе, кейбір шатаспасам Жезқазғанда кеше мен естідім, бір мектепте 15 классқа бар екен. Бірінші класс, мысалы, бірінші сынып, 15 сынып. 15 класс. Алматыда кеше бір мектепке балалар сыймай жатқан соншалық, бірінші сынып 42 топ жиналды. 42 топ. Көбейіп жатыр. Ыбырай Алтынсарин атамыз, оқысаңыздар болады. Ең алғаш қазақ мұғалім болып тіркелген сол кезде. Ол кезде қазақ деген мұғалім жоқ, атымен жоқ. Ең алғаш қазақ мұғалім болып тіркеліп, ең алғаш қазақ балаларын оқуға қабылдап үйретті дейді сол кезде. Сол кезде 14-ақ бала дейді. Сол 14 балаға білім беремде әр күні Ыбырай атамыз үйіне ғұсыл құйып шығады екен. Ғұсыл құйып шыққан кезде сұрайды екен, бүгін жұма емес қой деді. Жұма айтады екен, бүгін жұма емес қой, неге сен ғұсыл құйып бара жатсың десе айтады. Мен қазақтың балаларына білім беру үшін баратырмын дейді. Қараңыз, мойнында қандай нені сезіп отыр? Үлкен бір аманатты жауапкершілікті сезіп отыр. Сол 14 баланың ішінен тәрбиеленіп шыққан кісілердің ішінен сондай кісілер шықты. Солар Қаныш Имантайұлы Сатпаевты тәрбиеледі дейді. Ал Қаныш Имантайұлы Сатпаев Кемел Ақышев деген кісіні тәрбиеледі дейді. Ал Кемел Ақышев деген кісі, сіздер қазір білмей отырған шығарсыздар, ол мынау кешегі есіктегі археологиялық қазбалардың арқасында алтын адамды тапқан адам. Соның цепочкасы қарап отырсаңыздар, тізбегі қайдан басталып тұр? Ыбырай Алтынсарин мектебінен басталып тұр дейді. Ал сондай 14-ақ бала жиналыпты ғой. 14 балаға бола мен мектеп саламын. 14 балаға бола мен енді. Ел жұртқа қайыр сұрақ. Қаншамадай хат жазған жұртың хат жазады ғой. Алып кете береді. Жоқ, ашпайсың. Екінші рет жазады, ашпайсың. Үшінші рет жазады, ашпайсың. Қаншама рет тоқтамай жаза берген ғой атамызда. Сосын ба жарай қашасың деген.
Қойды. Сол үшін қадірмен жамағат, бізге қазіргі уақытта осындай пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның тәлімін алған, пайғамбарымыздың мұғалімдік қасиетін үйренген, мынау өте көп ол жайында кітаптар. Тазкиратус самиъ вал мутакаллим фи адабил алим вал мутааллим деген Бадруddin ибн Жамағ деген кісінің кітабы бар. Тыңдаушының және де тыңдаушыға айтып жатқан мұғалімнің әдеттері дейді. Әл-Жами' ли ахлақир рауи, пайғамбардың хадисін жеткізіп жатқан адамның әдебі қандай болу керек деген Хатиб әл-Бағдadi деген кісінің кітабы бар. Осындай форматта жазылған бізде кітаптар көп. Және де соңғы қазір муасыр ғалымдардың ішіндегі қазір осы ғасырдың Абдул Фаттах Абу Ғудда деген кісінің Ар-Расул әл-Муаллим, пайғамбар мұғалім деген кітабы бар. Соны Аллаға разы болсын, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы сол кітапты аударып шыққан, сол кітаптар бар. Сөйлері сатылады. Сол кезде пайғамбарымыздың мұғалімдікте қандай әдістерді қолданған, қалай пайдаланған, соның барлығы сол кітаптарда жазылып жатқан. Егер пайғамбар мұғалім болмағанда, мен айтқан мана сахабалар ешқашан өзгермей бәрін қалып қояр еді. Бірақ ол кісінің мұғалімдік қасиеттері ерекше болған. Алла тағала баршаларымыздан разы болсын. Алла тағала білген нәрселерімізге амал істеуіміз нәсіп қылсын. Алла тағала жұмаға деген ниеттерімізді қабыл етіп, сауаптар жазып, бізді иман жағынан, рухани жағынан да, барлық жағынан, дүние жағынан Алла тағала кемелдендірсін. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله